Бүгін сіздерге өте дәмді жұмсақ та ерекше бауыр торттың рецептісін ұсынамын. Бұл торт ауызда еріп кетеді, қарапайым, бірақ өте тойымды тағам. Отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Кеттік, бірге дайындайық. Алдымен қажетті өнімдерді дайындаймыз. 500 грамм сиыр бауыры, 2 жұмыртқа, 400 грамм сүт, 1 шай қасық тұз толтырып, жарты шай қасық бұрыш, сұйық май, сарымсақ, ұн, сода, уксус қажет болады. Ең алдымен бауырды жуып, сыртындағы пленкасын алып тастаймыз. Кесіп, блендерге салып ұнтақтаймыз. Немесе ет тартқышпен өткіземіз. Үстіне 2 жұмыртқаны, 400 грамм сүтті, 1 шай қасық тұз, 60 грамм сұйық майды, 2 тіс сарымсақты үккіштен өткізіп, оны саламыз. Үстіне жарты шай қасық қара бұрышты салып, оның үстіне ұн саламыз көз мөлшерімен. Оның үстіне 1 шай қасық содаға 1 үлкен қасық уксусты құйып сөндіріп аламыз. Сосын қоспаға қосамыз. 1 келкі қоспа болғанша араластырамыз. Енді табаны қыздырып, қоспадан 1 ожау қызып тұрған табаға жұқа құймақ сияқты етіп пісіреміз. Әр жағын 1-2 минут пісіреміз. Осындай тесікшелері пайда болғанда аударамыз. Осындай құймақ сияқты тесік-тесік әдемі болып шығады. Осылай келесі құймақты тез-тез пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Пияз бен сәбізді үккіштен өткізіп, аз майға қуырамыз. Үстіне тұз, қара бұрыш салып қуырамыз. Салқындаған соң әр бауыр құймағына майонез немесе қаймақ жағып, арасына пияз бен сәбіз салмасын да сала отырып, торт сияқты жинаймыз. Талғамыңызға қарай үстіне ас көк шөбімен немесе пияз бен сәбіз салмасымен немесе піскен жұмыртқаны үккіштен өткізіп сәндеуге болады. Тоңазытқышта 1 сағатқа қойсаңыз, дәмі одан сайын ашылады. Міне, біздің бауыр торт дайын. Өте жұмсақ, нәзік, ауызда ериді. Отбасыңызға, қонаққа, тіпті мерекелік дастарханға да өте лайық. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі рецептерде кездескенше